Сәлем достар, менің есімім Төреханов Руслан, Республикалық қаз білім орталығының математика пәні мұғалімі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз туындыға байланысты тікелей жанаманың теңдеуі және де бұрыштық коэффициент. Жанаманың теңдеуін біз қай сыныптарда өтеміз? Мектеп оқулығында 10 сынып алгебрасында туынды тақырыбын өткенде, соның ішінде туындының геометриялық мағынасы деген тақырып бар. Туындының физикалық және геометриялық мағынасы деген тақырыпта осы жанаманың теңдеуі бұрыштық коэффициент туралы айтылады. Олай болса, жанаманың теңдеуі дегеніміз не? Соған қысқаша анықтама беріп кетейік, және де соған байланысты ұбт-да келіп жүрген, яғни ұлттық бірыңғай тестілеу орталығында тестілеуде келіп жүрген есептерді нақты қарастыратын боламыз. Сонымен жанама дегеніміз не? Жалпы қазақ тілінде жанама деген сөзді қалай түсінеміз? Жанама деген сөз қазақ тілінде жанасу деген сөздермен синонимдес. Олай болса, функцияға да байланысты осы сөз тікелей байланысты деп ойлаймын. Егер f от x функциясы беріліп, сол f от x функциясының бойынан қандай да бір x нөлевой нүктесі берілсе, сол нүкте арқылы бастапқы берілген функцияға біз тек бір ғана жанама түзу жүргізе алады екенбіз. Мына берілген түзу бастапқы f от x функциясының x нөлевой нүктесіндегі жанама түзуі деп аталады. Енді біз жанама түзуінде нені басты назарда ұстаймыз? Жанама түзуі ең бірінші y тең kx қосылған b түрінде болады. Олай болса, жауаптарында сіздерге жанаманың теңдеуін тап десе, y тең kx қосылған b түріндегі жауаптарды іздейтін боламыз. Олай болса, тағы да қысқаша анықтамасын түсіндіру үшін біз геогебра бағдарламасын іске қосайық. Алдарыңызда геогебра бағдарламасы бұл математика мен геометрияны байланыстыратын интерактивті бағдарлама болып табылады. Енді жанаманың теңдеуіне нақты анықтама беріп көрейік. Мысалға, y тең x квадрат функциясы берілсін. X квадрат функциясы берілсін, бұл бізде білемізде парабола. Осы параболаның бойынан қандай да бір x нөлевой нүктесі таңдалып алынсын, және де сол нүкте арқылы өтетін бастап f от x функциясына жанама болатын, біз жанама батырмасы деген батырма бар, сол арқылы біз жанамасын түсіретін болсақ, бастап f от x функциясы және де a нүктесі, яғни x нөлевой нүктесі арқылы өтетін жанаманың түзуін алдық. Енді жанаманың түзуінде ең басты ескере кететін жайт, бұл жерде бұрыштық коэффициент деген болады. Бұрыштық коэффициент дегеніміз не? Бұрыштық коэффициент дегеніміз мына y тең kx қосылған b түріндегі түзудің теңдеуінің ox өсімен қиылысқандағы бұрышты айтамыз. Яғни ол геогебра бағдарламасы арқылы y тең x квадрат функциясын алдық, яғни парабола. Енді осы параболаның бойынан қандай да бір x нөлевой нүктесін таңдап алайық. Мысалға, x нөлевой нүктесі 2 болсын. Енді осы x нөлевой нүктесі арқылы бастапқы функцияға жанама түзу түсіруіміз керек. Геогебра бағдарламасының өзінің батырмасы бар, нүкте және де жанама туралы, немесе жанамалар батырмасы арқылы бастапқы функциямен соның бойындағы x нөлевой нүктесі арқылы өтетін біз қандай да бір y тең kx қосылған b, нақтырақ айтатын болсақ, y тең 4x плюс 4 жанамасын алдық. Енді жанаманың бұрыштық коэффициент деген ұғым бар. Бұрыштық коэффициент дегеніміз не? Бұрыштық коэффициент дегеніміз осы y тең kx қосылған b түзуінің ox өсімен қиылысқандағы бұрышын атаймыз. Оны қалай табамыз? Оны табу үшін қарасаңыздар, біз қандай да бір мына жерден тік бұрышты үшбұрыш құрастырайық. Осы v нүктесі арқылы ox өсіне перпендикуляр түзу түсіріп, және де қиылысқан нүкте арқылы
қиылысқан нүкте арқылы дс кесіндісін алып, енді сіздер қарап отырсаңыздар, мынандай бізде үшбұрыш пайда болды. Негізгі табу мәселеміз мына жердегі бұрыштың коэффициенті, яғни бұрыштық коэффициентін табуымыз керек. Бұрыштық коэффициентін табу үшін тік үшбұрыштың сүйір бұрышының тангенсінің формасын пайдаланамыз. Тангенс дегеніміз не еді? Тік үшбұрыштың. Бізде мына жерде тұр, мысалға. СВ кесіндісі неге тең бізде? СВ кесіндісінің ұзындығы мысалға 4-ке тең, 4 сантиметр болсын. СВ кесіндісінің ұзындығы неге тең? 1-ге тең. Олай болса, мына жердегі бұрыштық коэффициент жалпы К тангенс альфамен бөлініп келеді. Тангенс альфамен. Онда тангенс альфа дегеніміз қарсы жақтан катеттің іргелес жақтан катетке қатынасын береді. Онда тангенс альфа дегеніміз 4-ке тең. Олай болса, y-тен kx қосылған бұл, яғни мына түзудің бұрыштық коэффициенті 4-ке тең деп нақты айтуға болады. Жақсы. Олай болса, біз жанаманың теңдеуін қалай құру керек, соның алгоритміне көшейік. Y-тен f(x) функциясының графигіне x нөлевой нүктесіне жүргізілген жанаманың теңдеуін табу үшін ең бірінші біз берілген сол нүктедегі функцияның x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз. Екінші алгоритм берілген функциядан туын табамыз. f'(x). Үшінші, туындыланған функцияның орнына апарып, бастапқы fx нөлевой нүктесін қойып есептейміз. Төртінші, осы жерден бізде бұрыштық коэффициент шығады. Яғни бізде f'(x нөлевой деп отырғандарымыз бағанағы бұрыштық коэффициент k-ға тең. Ал бұл К арасындағы бұрышын есептейтін болсақ, бұны неге теңестіреміз? Бұны біз теңестіреміз тангенс альфаға. Тангенс альфаға теңестіру арқылы бұрыштық коэффициенттің бұрыштық шамасын алуға болады. Төртінші, табылған мәліметтерді жанаманың теңдеуіне қоямыз. Жанаманың теңдеуінің формуласын жазамыз y тең fx нөлевой, яғни бастапқы берілген функцияның мәні x нөлевой нүктесіндегі. Екінші f'(x нөлевой, яғни туындыланғаннан кейінгі x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз, және де x азайтылған x нөлевой формуласы арқылы бастапқы берілген y-тен f(x) функциясының x нөлевой нүктесіндегі жанаманың теңдеуін осы алгоритм бойынша есептейміз. Енді осы берілгендеріне сәйкес нақты мысалдар қарастырайық. Біз жаңа айттық бұрыштық коэффициент туралы. Бұрыштық коэффициент дегеніміз не? Оны түсіндіріп кеттік. Енді бұрыштық коэффициенттің бізде егерде бұрыштық коэффициент, яғни туынды тауып, x нөлевой нүктесіндегі орнына апарып қойғаннан кейінгі мән егерде 0-ден үлкен болатын болса, онда бұрыштық коэффициентіндегі бұрышы сүйір бұрыш болады. Яғни оның бұрышын табу үшін альфа тең арктангенс fx нөлевой нүктесі. Ал егерде туындыланғаннан кейінгі fx нөлевой нүктесі 0-ден кіші болатын болса, онда бұрыштық коэффициенттің арасындағы бұрышымыз бізде доғал болып есептеледі. Ол кездегі альфа бұрышын табу үшін альфа тең пи азайтылған арктангенс f'(x нөлевой нүктесін есептейтініміз. Сонымен бұрыштық коэффициентте бізде көп сұрақ беріледі. Арасындағы бұрышын анықта, OX өсінің бойының бағыты мен оң бағытындағы бұрышын анықта десе, біз не істейміз? Берілген функциядан туындыламыз. Туындыланғаннан кейінгі функцияның x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз. Егерде ол 0-ден үлкен болатын болса, оны тангенске теңестіреміз. Онда бізде бұрыш сүйір болады. Ал егердегі бұрышымыз бізде шыққан функцияның мәні 0-ден кіші болатын болса, онда бұрышымыз доғал болады. Ол жердегі бұрышты есептеу үшін альфа тең пи азайтылған арктангенс f'(x нөлевой нүктесін пайдаланады екенбіз. Және де бұған байланысты біз алдағы уақытта мысалдармен нақты қарастыратын боламыз. Жақсы. Олай болса, бізде жанаманың теңдеуін жаз дейді. Бірінші мысал берілсін. Біздегі бірінші мысал қарасаңызда
Так, бізде жанаманың теңдеуіне байланысты бірінші мысалымыз f от x тең x квадрат минус 5x плюс 6 функциясының x нөлевой бір нүктесіндегі жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Сонымен оқушылар, бірінші не істейміз? Бірінші жаңа алгоритм бойынша fx нөлевой нүктесіндегі мәнін қойып есептейміз, иә? X нөлевой нүктесіндегі мән ол 1-ге тең. Олай болса, берілген функцияның орнына 1-ді қойып есептейміз. 1-дің квадраты азайтылған 5 көбейтілген 1 қосылған 6. Нешеге тең болады? 1-дің квадраты 1 азайтылған 5 қосылған 6. Минус 4 плюс 6 бұл 2-ні береді. Екінші не істейміз? Екінші берілген функциядан не істейміз? Туынды аламыз. Жақсы. Туындылайық. f'(x). Так, x квадраттың туындысы ол 2x-ке тең. Ол туынды табу ережелерінен білеміз деп ойлаймын. 5x-тің туындысы 5-ке тең. Ал коэффициент тұрақты санның коэффициент туындысы ол 0-ге тең екендігі түсінікті. Үшінші, туындыланғаннан кейінгі функцияның орнына барып fx нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз енді. x-тің орнына бағанағы x нөлевой нүктесін қоямыз. 2 көбейтілген 1 азайтылған 5 неше шығады? Минус 3-ке тең, иә? Сонымен оқушылар бізде соңғы амал қалды, яғни жанаманың теңдеуін табуымыз керек. Берілген мәліметтер бойынша, онда y тең fx нөлевой ол бізде неге тең болды? 2-ке қосылған f'(x нөлевой. Бірақ бізде f'(x нөлевой нүктеміз минус 3-ке тең болғандықтан таңбасы минусқа айналады. x азайтылған x нөлевой нүктеміз ол 1-ге тең. Енді жақшаларды ашып, ұқсас қосылғыштарын біріктіреміз. Жақшаның алдында минус таңбасы болғаннан кейін ол түсінікті жақшаныңша қарама-қарсы бағытқа өзгеретіндігі. Минус x минус 3. Онда біздегі минус бізде плюс болады. Онда табылады 5 азайтылған 3x. Олай болса, f от x функциясының x нөлевой нүктесіндегі функциясындағы жанаманың теңдеуі y тең, нақтырақ айтатын болсақ, y тең 5 азайтылған 3x болып табылады екен. Түсінікті деп ойлаймын. Сонымен оқушылар біз жанаманың теңдеуі бұрыштық коэффициентке байланысты ұбт-да жиі кездесіп жүрген нақты есептерге тоқталатын боламыз. Бірінші есеп. Абсциссасы x тең 0 нүктесінде болатын, y тең тангенс x бөлінген түбір астындағы 3 қисығына жүргізілген жанама OX өсіне қандай бұрышпен көлбеген. Қандай бұрышпен көлбеген болатын болса, біз бірден білеміз, яғни тангенс альфаны табуымыз керек. Бастап қайтып өткендей, біз тангенс альфаны қалай табамыз? Берілгендерін жазатын болсақ, онда бізде y тең тангенс 3x бөлінген түбір астындағы функциясы берілген, және де x тең 0 нүктесіндегі бұрышын табуымыз керек. Яғни бұрыштық коэффициентін табамыз. Табылған коэффициенті егерде 0-ден үлкен болса, тангенс альфаға теңестіреміз, ал 0-ден кіші болатын болса, пи азайтылған тангенс, арктангенс альфа арқылы есептейміз. Онда бірінші не істейміз? Бірінші туындысын табуымыз керек. Y штрихты. Қарасаңыздар, біз мұнаны бөлшек түрінде емес, коэффициент түрінде түбір астындағы 3-ті алдына шығарып жіберейік. Көбейтілген тангенс 3x деп жазып қояйық. Құрметті оқушылар, тангенс x-тің туындысы неге тең еді? Тангенс x-тің туындысы бізде, тангенс x-тің туындысы 1 бөлінген еді? Косинус квадрат x, ал егерде x-тің алдында коэффициент болатын болса, онда одан туынды алып, алдына жазамыз. X-тің алдында бізде коэффициентіміз бар, 3, онда 3x-тен туынды алып, алдына жазуымыз керек. Онда туындысы, осы берілген функцияның туындысын табу үшін, алдында коэффициент өзі жазылады. 1 бөлінген түбір астындағы 3 көбейтілген 3x-тен туынды аламыз неге тең ол? 3x-тің туындысы 3-ке тең. Тангенстің туындысы
косинус квадрат x'ке тең. Бірақ x'тің орнында бізде 3x тұр, онда косинус квадрат 3x'ке тең екен. Нақтырақ жазатын болсақ, бізде тең 3 бөлінген түбір астындағы 3 косинус квадрат 3x болады. Так, туынысын таптық, не істейміз? Туынысын тапқаннан кейін x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептеп, тангенске теңестіреміз. Онда f' x нөлевой бізде 0-ге тең, олай болса x-тің орнына 0-ды қоямыз. 3 түбір астындағы 3 косинус квадрат 3 көбейтілген 0. Так, 3 көбейтілген 0 болады. Косинус 0 градуста ол 1-ге тең. Олай болса бізде 1-дің квадраты 1, қалатын мәніміз 3 бөлінген түбір астындағы 3-ке тең. Әрі қарай, иррационалдан құтылатын болсақ, бөлшектің бөлімінде иррационалсан, алымында да бөлімінде көбейтіліп жазылады. Онда түбір астындағы 3 бөлінген 3 болады, онда қысқарып кетіп, түбір астындағы 3-ке тең. Енді біз бағана айттық, егерде f'(x) нөлевой нүктеміз 0-ден үлкен болатын болса, онда біз оны тек қана тангенске теңестіреміз. Онда бізде тангенс альфа тең болады түбір астындағы 3-ке. Онда тангенс қандай мәнде түбір астындағы 3-ке тең еді? Ол альфа тең пи бөлінген 3, яғни немесе ол неше градус? 60 градус болу керек. Онда жауаптан біз пи бөлінген 3 немесе 60 градус деген таңдауымыз керек. Онда жауабы бізде д нұсқасына сәйкес келеді екен. Құрметті оқушылар, екінші есеп берілген мұқият болыңыздар. Абсциссасы, яғни абсцисса өсі дегеніміз ол OX өсі. Яғни x-тің бойындағы бір нүктесінде болатын нүктеде f(x) функциясы бір азайтылған 2x-тің квадраты қисығына жүргізілген жанаманың OX өсімен жасайтын бұрышы қандай болады? Яғни бұл жерде тағы да бұрыштық коэффициентті сұрап отыр. Берілгендерін жазатын болсақ, қандай да бір f(x) функциясы берілген, бір азайтылған 2x-тің квадраты. Және де x-тен абсциссасы бір нүктесіндегі OX өсімен жасайтын бұрыш қандай болады дейді. Яғни біз бұрыштық коэффициентін тауып тангенс альфаға теңестіруіміз керек. Онда бірінші не істейді? Бірінші берілген функцияны істейміз, туындыламыз, жақсы. f'(x). Так, күрделі функцияның туындысы ретінде қарастырасың. Дәреженің туындысы ретінде 2 алдына келеді. Дәрежесі 1-ге келмейді, онда 1 болады, және де жақшаның іштен тағы да туындыламыз. Күрделі функцияның туындысы ретінде 1-дің туындысы 0-ге тең, минус 2x-тің туындысы минус 2-ге тең. Онда 2-ке минус 2-ні көбейтетін болсақ, бізде минус 4, жақшаның ішінде 1 азайтылған 2x. Онда f(x) функциясының туындысы минус 4, 1 азайтылған 2x функциясы болады. Енді екінші қадамы берілген шыққан функцияның орнына апарып, x нөлевой нүктесіндегі мәнін қойып есептейміз. Онда бізде f' 1 деген мәнде нешеге тең болады екен, соны есептеп алайық. Онда минус 4, 1 азайтылған 2 болады, 2-ке 1-ді көбейтеміз. Онда мәні неге тең? Минус 4, жақшаның ішінде 1 азайтылған 2, ол бізде минус 1-ді береді. Минус 4-ке минус 1-ді көбейтсек, 2 минустың көбейтілісі 10-ны, онда 4-ке тең. Біз жаңа айттық, егерде f' функциясы 0-ден үлкен немесе тең болатын болса, бұрышымыз қандай болады? Бұрыш сүйір болады. Ал егерде f'(x) нөлевой нүктесіндегі мәніміз 0-ден кіші болатын болса, онда берілген OX өсімен жасайтын бұрышы бізде доғал болады. Енді салыстырып көрейік. 4 0-ден қандай? Үлкен. Олай болса OX өсімен жасайтын бұрыш әрқашанда сүйір деген сөз. Онда бізде вариант бойынша жауабы А нұсқасына сәйкес келеді екен. Қарап алыңыздар, яғни OX өсімен бұрышымен жасайтын бұрыш табу үшін
Ол үшін берілген функцияны туындыламыз. Шыққан функцияның орнына апарып x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз. Сосын табылған мәнді қараймыз. Егер де ол 0-ге тең немесе одан үлкен болатын болса, бұрышымыз сүйір болады. Ал егер де 0-ден кіші болатын болса, яғни теріс сан болатын болса, x өсімен жасайтын бұрыш, бұл әрине доғал болып есептеледі. Сонымен бізде тригонометрия байланысты есеп, y-тен косинус 2x функциясының графигіне x нөлевой пи бөлінген 4 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Берілген функциямыз бізде y-тен косинус 2x. Так, x нөлевой нүктеміз неге тең? Ол пи бөлінген 4-ке тең екен. Так, алгоритм қандай еді? Бірінші алгоритмі берілген функцияның fx нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз. Олай болса, пи бөлінген 4-ті қойып, мәнін табамыз. Бастапқы берілген функцияға. Онда косинус 2 көбейтілген x-тің орнына пи бөлінген 4 деген мәнді қоямыз. Так, 2 мен 4 қысқарады. 2 болады, онда менде косинус пи бөлінген 2 деген мән шығады. Косинус пи бөлінген 2 90 градусқа, ол 0-ге тең. Так, екінші берілген функциядан ескеміз туындыламыз. Онда f'(x) неге тең? Так, косинустың туындысы неге тең? Косинустың туындысы минус синус x-ке тең. Ал егер x-тің алдында коэффициент болатын болса, ол алдына шығады. Онда туындысы минус 2 синус 2x-ке тең екен. Келесі үшінші, шыққан функцияның орнына, яғни туындыланған функцияның орнына апарып, x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз. Онда f' x нөлевойымыз де пи бөлінген 4-ке тең. Онда минус 2 синус 2 көбейтілген пи бөлінген 4 қысқарады минус 2 синус пи бөлінген 2 болады. Синус пи бөлінген 2 де ол 1-ге тең. 2-ге минус 2-ні 1-ге минус 2-ні көбейтетін болса, бізде минус 2. Келесі соңған амал қалды. Ол бізде не еді? Жанаманың теңдеуі. Жанаманың теңдеуі неге тең еді? Y тең fx нөлевой қосылған f'(x нөлевой x азайтылған x нөлевой формуласында берілген еді. Енді орындарына апарып қоямыз. fx нөлевой неге тең болды? 0-ге тең. Жазбасақ та болады. f'(x нөлевойымыз ол бізде минус 2-ге тең. Минус 2 x азайтылған x нөлевой. X нөлевой нүктеміз пи бөлінген 4-ке тең. Пи бөлінген 4-ке. Әрі қарай жақшаны ашамыз енді. Жақшаның алдында минустан басып байқаймыз. Минус 2x плюс 2-ке пи бөлінген 4-ті көбейтсе қысқарып кетеді, не қалады? Пи бөлінген 2 қалады екен. Онда y-тен косинус 2x функциясының x нөлевой нүктесіндегі, яғни пи бөлінген 4 нүктесіндегі жанаманың теңдеуі минус 2x қосылған пи бөлінген 2 деген мәнге тең. Ал біздің тестте бұл қандай жауапқа сәйкес болып тұр? Онда D вариантын белгілеуге болады. Сонымен келесі оқушылар ұбт-да жиі келетін сұрақтардың бірі, яғни оқушылар табуға қиналып жататын сұрақтардың бірі. Берілген жазайық, f(x) функциясы берілген, x квадрат минус 4x плюс 1 функциясының графигіне қандай нүктесіне жүргізілген жанама дейді. Y тең 2x плюс 3 түзуіне параллель болады. Яғни нүктенің біз координатасын табуымыз керек. Яғни берілген функцияға, осы берілген функциясына жүргізілген жанама y тең 2x плюс 3 түзуіне параллель болу керек. Және де сол нүктенің координатасы неге тең. Енді біз 6-7 сыныптардан білеміз, қандай жағдайда түзулер параллель болу керек еді. Мысалға, бізде y тең k1 x қосылған b, y тең k2 x қосылған b функциялары берілсін. Бұл функциялар параллель деп аталады, егер x-тің алдындағы коэффициенттер бір-біріне
тең болса. Қайдан айтам? Параллель болу үшін x-тің алдындағы коэффициенттер өзара тең болған жағдайда бұл түзулер параллель деп аталады. Олай болса, мына берілген функцияға жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициенті ол 2-ге тең болу керек. 2-ге тең болу керек. Онда біз айта аламыз, f' x нөлевой нүктеміз, яғни x нөлевой нүктесінде мәнін есептеген кезде ол 2-ге тең болу керек. Өйткені ол берілген функцияның жанамасы мына түзуге параллель болу керек. Онда біз бірінші не істейміз? Бірінші берілген бастапқы функциядан туындаламыз. f'(x) ол неге тең? x квадраттың туындысы 2x-ке тең. Азайтамыз, 4x-ның туындысы 4-ке тең. Яғни осы берілген функциямыз 2-ке тең болу керек. Онда біз осыны 2-ке теңестіреміз. Тең болады 2. Осы жерде x нөлевой нүктесін табамыз. Онда 2x тең болады 6-ға. Онда x тең болады 3-ке. Онда бізде x нөлевой нүктеміз 3 табылды. Енді жауаптарына қарайтын болсақ, 3 деген жауап бізде d нұсқасында жатыр. Олай болса, дұрыс жауабы d. Енді -2 дегеніміз ол функцияның мәні. Мына 3 апарып бастапқы берілген функцияның орнына қою арқылы x-тен 3 нүктесіндегі функцияның мәнін есептеуге болады. Онда 3-ке 3-тің квадраты бізде 9, азайтылған 4 көбейтілген 3, қосылған 1. Неше шығады? Бізде 9, азайтылған 12, қосылған 1. -3, -3 плюс 1, онда -2 екен. Онда нүктені біз A нүктесі деп алатын болсақ, оның координатасы x нүктесі бізде 3-ке тең, ал функцияның мәні немесе y көсідегі мәні ол -2-ге тең екен. Онда жауабы бізде 3-те -2 деген ол бізде d вариантында тұр. Онда бізді тағы айтамыз, параллель болу үшін x-тің алдында коэффициенттер өзара тең болу керек. Сонымен құрметті оқушылар, келесі есеп бізде f(x) функциясы берілген, яғни f(x) функциясы түбір астындағы x функциясы берілген. Осы функциясының графигінің y-тен x-5 теңдеуімен берілген түзуге параллель болатын жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Жаңағы есебімізге ұқсайды, бірақ бұл жерде жанаманың теңдеуін жазу керек. Біз алдыңғы есепте сол нүкте арқылы өтетін жанаманың, яғни нүктенің координатасын тапқан болатынбыз. Олай болса, y-тен x-5. Параллель болу керек, алдында x-тің алдында коэффициенттер бір-біріне тең болған жағдайда. Онда бізде k дегеніміз неге тең? X-тің алдында коэффициент ол 1-ге тең. Онда бірінші берілген функциядан туын табамыз. f'(x). Түбір астында x-тің туындысы неге тең еді? Ол 1 бөлінген 2 түбір астындағы x-ке тең. Осыны оқушылар жаттағанда түрінде айтады, бірақ оны жаттаудың қажеттілігі жоқ. Қараңыздар, түбір астындағы x-тің туындысын қалай табамыз? Сіздер білесіздер, түбір асты x дегеніміз ол x-тің 2-ден 1 дәрежесі, x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Енді x-тің n дәрежесінің туындысы неге тең еді? n алдына келеді, және де дәрежесі 1-ге тең. Осы берілген қасиет бойынша дәреженің туындысын тауып көрейік. 2-ден 1 алдына келді, 2-ден 1 алдына келді, және де дәрежесін істейді. 1-ге азайтылады. 2-ден 1 азайтылған 1. Так, не қалып жазамыз? 2-ден 1, x-тің қандай дәрежесі қалды? 2-ден 1-ден -1 дәрежесі, ол -2-ден 1 қалады. Дәрежесі минустан құтылу үшін бөлшектің бөліміне түсіреміз. Онда 1 бөлінген 2-нің x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Ал бұл дегеніміз 1 бөлінген 2 түбір астындағы x деген сөз. Онда түбір астындағы x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбір астындағы x-ке тең. Енді k коэффициентіміз ол 1-ге тең болғандықтан бастапқы берілген функцияны туындалған 1-ге теңестіреміз. Онда 1 бөлінген 2 түбір астындағы x тең болады 1-ге. Осы жерден x нөлевой нүктесін табуымыз керек.
Пропорцияның қасиеті бойынша екі түбір астындағы x тең болады 1-ге, түбір астындағы x тең болады 2-ден 1-ге, 2 жағын квадрат қылсақ, онда x нөлевой нүктеміз нешеге тең? 4-тен 1-ге тең екен. Енді x нөлевой нүктеміз бар, біз бастапқы берілген функциямен жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Онда x нөлевой нүктесін бастапқы берілген функцияның орнына қойып есептейміз. Бірінші fx нөлевой есептейміз жанаманың теңдеуі арқылы. Түбір астында 4-тен 1 неше шығатын? Ол 2-ден 1-ге тең. Екіншісін істедік. Екіншісін біз тауып қойдық, өйткені туындысын таптық. Енді туындының орнына апарып, x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептесек, ол нешеге тең болады? 1-ге тең болады, иә? 1-ден жазып кетуге болады. Онда f' 4-тен 1 тең болады 1-ге. Келесі соңғысы жанаманың теңдеуін жазамыз. Онда y тең fx нөлевой, ол 2-ден 1-ге тең. Қосылған 1, яғни 1 жазылмайды, онда x азайтылған x нөлевой нүктеміз ол 4-тен 1-ге тең екен, 4-тен 1-ге тең. Не қалады? X 2-ден 1-ден 4-тен 1-ді азайтамыз. 2-ден 1-ден 4-тен 1-ді азайтсақ неше болады? Ортақ бөлім берсек 2 плюс 4-тен 1, плюс 4-тен 1 қалады. Жақшаны қоймасақ та болады, нөлевой алдында коэффициентіміз 1. Онда бізде жауабы y тең x қосылған 4-тен 1 немесе x қосылған 1-ді 4-ке бөлсек неше? 0,125 деген жауап болуы керек. Қарасаңыздар, y тең f(x) тең немесе түбір астындағы x функциясының жанамасының теңдеуі x қосылған 0,125 деген жауап бізде с нұсқасында тұр екен. Олай болса жауабы бұл есептің с. Яғни y тең x қосылған 0,125 немесе 4-тен 1 деген жауап болуы мүмкін. Сонымен оқушылар келесі есепке назар аударайық. ұбт-да жиі кездесетін есептердің бірі y тең бізде екі функция берілген, 5x плюс a деген параметр берілген, және де f(x) тең x квадрат минус x плюс 1 функциясының графигіне жанама болатындай параметрдің мәнін табу керек. Яғни мұна a-ның мәнін сұрап тұр. Онда мына берілген функцияның жанамасының теңдеуі мына түрде берілген, бірақ мына жерде a-ның мәнін сұрап тұр. Яғни a-ның мәні неге тең? Енді біз айта аламыз, бұрыштық коэффициентіміз k тең нешеге деп? X-ның алдында бұл 5-ке деп. K қайдан келетін еді? Қайдан айтамыз? Берілген функцияның туындысын тауып, x нөлевой нүктесін орнына қойғанда. Онда f(x) функциясының туындын табамыз бірінші. f'(x) неге тең? X квадраттың туындысы 2x-ға тең, x-ның туындысы минус 1-ге тең. Осы берілген функцияны k-ға теңестіріп, x нөлевой нүктесін табамыз. Онда 2x минус 1 тең болады 5-ге. Онда 2x тең болады 6-ға. X нүктеміз 3-ге тең екен. Онда біз x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептедік. Яғни x нөлевойымыз бізде 3-ге тең. Енді жанаманың қасиеті бойынша, алгоритм бойынша жүреміз. Ең біріншісін сөйтеді. X нөлевой нүктесіндегі бастапқы берілген функцияның мәнін есептейді. Онда fx нөлевой бізде 3 пайдаланамыз. 3 тең. 3-тің квадраты азайтылған 3 қосылған 1. Есептейміз 3-тің квадраты 9 азайтылған 3 қосылған 1. 9-дан 3-ті 6, 7-ге тең. Енді істейміз. Бізде fx нөлевой нүктеміз бар. Екінші, туындыдан шыққаннан кейінгі функцияның мәні бар. Екінші, біз туындысын таптық. Енді x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептесек, ол бізде 5-ке тең деп нақты айта аласыздар. Онда f'(x) нөлевойымыз ол 5-ке тең. Яғни x нөлевойы 3 деген сөз. 2-ке 3-ті көбейтеміз, 6, 6-тан 1 жазсақ 5.
Келесі соңғы амал бізде жанаманы теңдеуін жазамыз. Y тең fx нөлевой, бұл неге тең еді? 7, бірімізді қосылған f'(x нөлевой, ол бізде 5-ке тең. X азайтылған x нөлевой, x нөлевой нүктеміз, ол бізде 3-ке тең. Жақшаларды ашамыз, ұқсас қосылғыштарын біріктіреміз. 7 қосылған 5x минус 15-ке тең. Ондағы мәніміз бізде 5x минус неше? 8. Олай болса жанаманың теңдеуімен не шықты? 5x минус 8 деген. Онда бізде 5x-іміз бар. 5x аның мәні неге тең болып тұр? Аның орнында бізде минус 8 тең. Олай болса жауабы а тең минус 8 деген параметрдің мәні болу керек. Онда бізде вариантқа келетін болсақ, а тең минус 8 деген в вариантында тұр екен. Олай болса параметр деген сөз, мұна аның мәнін есептеу керек. Жанамадағы коэффициенттің мәні, яғни нақтырақ айтатын болсақ, y-тен бізде жанаманың теңдеуі kx қосылған b ғой. Мұна b-ның мәнін табу керек қой. B-ның орнында бізде а параметр. Түсінікті деп ойлаймын. Сонымен бізде келесі есеп не берілген? f(x) функциясы берілген. f(x) функциясы неге тең? ln 2x минус 1 қосылған дейді синус px бөлінген 2 азайтылған 2 деген. Функциясы берілген және де x нөлевой нүктесіндегі мәні берілген, ол неге тең? 1-ге тең. Яғни берілген функциясының x нөлевой нүктесіндегі, яғни 1 нүктесіндегі жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Қарап отырсақ, күрделі есеп сияқты көрінеді, бірақ біз жанаманың теңдеуін табу алгоритмімен жүреміз. Бірінші не істейміз? Fx нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз. Онда бастапқы берілген функцияны орнына апарып 1-ді қоямыз. Онда ln 2 көбейтілген 1 азайтылған 1 қосылған синус x-тің орнына 1-ді қоямыз. Онда синус пи бөлінген 2 азайтылған 2. Так, не қалады мына жерде? 2 азайтылған 1, ln1 дегеніміз ол неге тең? Логарифм қасиеті бойынша кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең, онда бізде мына жерде 0 шығады. Синус пи бөлінген 2, синус пи бөлінген 2 90 градуста ол 1-ге тең, азайтылған 2. Онда fx нөлевой нүктеміз бізде минус 1-ге тең екен. Келесі, екінші істейміз. Екінші берілген функциядан туындаламыз. f'(x). Так, ln(x)-тің туындысы неге тең? ln(x)-тің туындысын қараңыздар, оқушылар. ln(x)-тің туындысын біз бірден айтамыз, ол 1 бөлінген x-те деп. Ал x-тің орнында басқа коэффициенттер тұрса не болады? Мысалға, ln 2x минус 1. Олай болса, мынаның туындысы дегеніміз 2x минус 1-ден туынды алып, алымны жазамыз. Өйткені 1 деген сөз x-тің туындысына келген дүние. Онда ln 2x минус 1-дің туындысы дегеніміз 2x минус 1-ден туындаламыз, ол 2-ге тең. Бөлшектің бөлімде x, x-тің орнында бізде 2x минус 1. Қосылған. Так, синустың туындысы неге тең? Синустың туындысы бізде косинус x-қа тең. Бірақ x-тің алдында коэффициент бар. X-тің алдында коэффициент бар. Онда бізде синус не болады? Туындысы пи бөлінген 2-ның туындысы. Онда алдына келеді ол. Пи бөлінген 2 көбейтілген синустың туындысы бізде косинус px бөлінген 2-ге тең. Азайтылған 2-ның туындысы ол 0 екенін түсінікті. Енді істейміз. Үшінші берілген функцияның x нөлевой нүктесіндегі мәнін есептейміз. X нөлевойымыз бізде 1-ге тең f'. Онда 1-ді апарып қоямыз, неше шығады? 2 қосылған. Так, 1-ді апарып қоямыз мына жерге. Косинус пи бөлінген 2 шығады. Косинус пи бөлінген 2-де ол 0-ге тең. Пи бөлінген 2-ге 0-ді бөлсек 0 қалады. Онда 2 қосылған 0, 2-ге тең. Келесі соңғы ғана амал қалды.
жанаманың теңдеуі y тең. X нолевой. Ол неге тең еді? Минус 1-ге тең. Минус 1 қосылған f' x нолевой ол бізде 2-ге тең. X азайтылған x нолевой. X нолевойымыз ол бізде 1-ге тең. Енді жақшаларды ашамыз. Ұқсас қосылғыштарын біріктірейік. 2x минус 2. Так, минус 1, минус 2 бізде нені береді? 2x минус 3-ті береді 2. Ондағы біздегі x нолевой нүктесіндегі жанаманың теңдеуі жауабында 2x минус 3 деген жауап болу керек. Назар аударатын болсақ, ол бізде жауабы А нұсқасына сәйкес келеді екен. Сіздер бұл жерде нені білдік? ln-ның туындысы және де синустың туындысы косинусқа тең екен, және ln-ның туындысы 1 бөлінген x-ке тең екен. Және де x-тің орнында басқа коэффициенттер немесе өрнек болатын болса, бөлшектің алымына сол өрнекті немесе коэффициенттен туынды алып жазамыз. Қалған алгоритмдер жанаманың алгоритмі бойынша жүреді. Так, онда оқушылар бізге жанамаға байланысты осы есеппен қорытындылайық. Қарасаңыздар, екі функция берілген. Осы берілген функциялардың параболына ортақ жанаманың теңдеуін жаздым. Бізде онда функцияларымызға назар аударайық. Қандай функциялар? f от x тең x квадрат минус 5x плюс 6. Келесі функциямыз f от x тең x квадрат плюс x плюс 1. Есептің берілуі бойынша екі функция беріліп, осы екі функцияға ортақ жанаманың теңдеуін жазуымыз керек. Ортақ жанама дегеніміз мысалға бізде екеуі де парабол болатын түсінікті ғой, мысалға біріншісі мына түрде парабол болсын, екіншісі мысалға мына түрде парабол болсын, онда ортақ жанама дегеніміз бізде төбелері арқылы өтуі мүмкін. Мысалы, ортақ жанама деген, мысалы, бұлай өтетін, мына берілген түзудің kx қосылған бұны табуымыз керек. Нақтырақ айтқанда. Екеуіне де ортақ жанаманың теңдеуін табуымыз керек. Так, бұндай есептер мектеп математикасында көп қарастыра бермейді, бірақ ұбт есептерінде кездесіп жатады. Так, қалай талдау керек бұндай есептерді? Қарасаңыздар, екі функцияға да ортақ түзу ол y-тен kx қосылған b. Олай болса, мына түзу, мына берілген функциямен бір нүктеде қиылысады деп айта аласың. Және де мына берілген функцияда kx қосылған b-мен бір нүктеде қиылысады деп айта аласың. Олай болса, біз әр қайсысын жеке-жеке kx қосылған b-ға теңестіреміз. Онда x квадрат минус 5x қосылған 6 тең болады kx қосылған b-ға. Келесінде x квадрат плюс x плюс 1 тең болады kx қосылған b-ға. Әрі қарай бізде бір нүктеде қиылысатын болса дискриминант неге тең болады? Дискриминант бізде 0-ге тең болған жағдайда тек қана бір ғана түбір табылады. Олай болса, мына жерден біз дискриминантын есептеуіміз керек. Онда ұқсас мүшелерін бір жағына қарай біріктірейін. Не шығады бізде? Барлығын 0-ге теңестірейін бір жағына жинап. X квадрат минус 5x плюс 6 минус келесі жағына көшіріп атырмын. Минус kx азайтылған b тең болады 0-ге. Келесі жағдайды дәл осындай қарастырамыз. Плюс x плюс 1 минус kx азайтылған b тең болады 0-ге. Енді ықшамдалған түріне келтірейік. Яғни ax квадрат мына түрге келтірейік. ax квадрат қосылған bx плюс s түріне келтіруіміз керек. Ол үшін мына x-тарды ортақ көбейтішке жақшаның сыртына шығаруымыз керек. Ортақ көбейтішті. Так, не қалады бізде? Келесін жазайық. Так, x квадратымыз бар. X квадратымыз бар. Не қалды сосын? Так, x мына екеуінен ортақ x жақшаның сыртына шығарсам. Не қалады жақшаның ішінде? Минусты алдына шығарды, олай болса 5. Мына жер минус бізде плюс болу керек. Қосылған
не қалады? К қалады, жақсы. К қосылған 6 азайтылған b қалды. Тең 0. Келесіне дәл осындай процесс жүргіземіз. Бұл жерде де x квадрат жазып қойайық. Бұна x-тарды біріктіреміз. Яғни ортақ көбейткішті жақшаның сыртынан шығарамыз x-ті. Плюс x жақшаның сыртынан шығарсам не қалды менде? 1 азайтылған k қалды. Қосылған 1 азайтылған b. Тең 0. Міне, ax квадрат қосылған bx плюс s түріне келді. Мынау бізде bx болып тұр, мұнаның барлығы s-ның рөлінде ойнап отыр. Әрі қарай не істейміз? Әрі қарай дискриминантты есептейміз енді. Дискриминант біріншісінен v квадрат, b-ның орнында не тұр? 5 плюс k тұр, иә? Олай болса, 5 плюс k-ның квадраты. Минус 4 еселенген a s түгіл. a-ны бізде 1-ге тең, ал s-мыз бізде 4 көбейтілген 6 минус v тең болады 0-ге. Неге? Өйткені екеуіне ортақ бір ғана шешім табылады деп 0-ге теңестірді. Келесі дискриминант есептейміз. Мына берілген функцияның дискриминантын. Дискриминант тең v-ның орнында бізде 1 азайтылған k-ның квадраты минус 4 көбейтілген 1 азайтылған v тең болады 0-ге. Қараңыздар, әрқайсының дискриминантын есептейміз, жақшаларды ашамыз, әрі қарай k мен b-ға байланысты теңдеулер жүйесін табуымыз керек. Жақшаларды аштық. Қысқаша көбейту формуласы бойынша a плюс v-ның квадраты бойынша ашамыз. 25 плюс не қалды? 10k плюс k квадрат. Жақсы. k квадрат. Жақшаларды жатын болсақ, минус 24, минус плюс минус, бізде плюс 4 v-ны береді. Тең 0. Келесі жақтан ашамыз. a минус b-ның квадраты бойынша 1 азайтылған 2k плюс k квадрат. k квадрат. Минус, неше болады? 4 қосылған 4v. Тең 0. Тең 0. Тек қана дискриминант есептедім. Әрі қарай ұқсас қосылғыштарды біріктіріп, k мен b-ны табуымыз керек. k деп отырғанымыз біздегі мынау k, b деп отырғанымыз kx қосылған b коэффициентіміз. Осы жерде k мен b-ны тапсақ, екеуінің де ортақ жанаманы алады екеуіміз. Оқушылар енді келесі ұқсас мүшелерін біріктіруіміз керек. Бұны жаңағы осы жерге жазсақ, иә? Бұнда бізде k квадраттан бастаймыз, k квадрат қалған. K квадрат плюс 10k плюс 10k және не қалды? Коэффициенттері біріктірсек 25 азайтылған 24. Онда плюс 1 қосылған 4v қалды. 4v тең 0-ге. Екіншілер ұқсас қосылғыштарын біріктірем. k квадрат минус 2k бар, е? k квадрат минус 2k және не қалды? 1 азайтылған 4 қалды бізде. 1 азайтылған 4 оның ішіне береді? Минус 3-ті береді. Онда бізде минус 3 қосылған 4v қалды. Тең 0. Енді теңдеулер жүйесінің қосу азайту тәсілі бойынша бірінші өрнектен екінші теңдікті біз азайтайық. k квадраттан k квадрат азайтамын 0, 10k-дан азайтамын минус 2k-ны, онда минус пен минус қосылады, бізде 12k болады, 12k. 1 азайтылған минус 3, минус пен минус бізде плюс береді, ол 4-ке тең, бұлар азайтылып кетеді. Онда міне бізде k-ға байланысты өрнек қана қалды. Онда k неге тең? Бізде бұл k тең болады минус 4 бөлінген 12-ке, немесе қысқарып кетеді не қалады? Минус 3-тен 1. Енді осы жерден де тоқтауға болады, өйткені k-ның мәнін таптым. X-ның алдындағы коэффициент жауапта минус 3-тен 1-ден бастауы керек. Минус 3-тен 1-ден басталатын тек қана бізде с жауабы бар.
онда жауабы с деп нақты айта аламыз. Бірақ мынау v-ны да қосымша тауып кетейік. Бізге k табылды. Кез келген мына жерге k-ның орнына қою арқылы v коэффициентін есептеуге болады екен. Енді k-ның орнына апарып -3-тен 1-ді қояйық. -3-тен 1-дің квадраты неше болады? 9-дан 1, жақсы. Азайтылған минус көйтеміз, ол плюс 3-тен 2 болып кетеді. Азайтылған 3, қосылған 4v тең болады 0-ге. Осы жерден бізде v-ны табуымыз керек. Ортақ бөлім неше? Мына жерден есептеуіміз керек. Ортақ бөлімі 27-ге тең, 9-ға тең. Мынаған 1-ден берем, мынаған 3-ден берем, мынаған 9-дан, мынаған да 9-дан. Онда менде не қалды? 36v тең болады. 1-ге 5-ті қосам, 1-ге 6-ны қосам, 7 азайтылған 27. Неше болады ол? 20 қалады, Онда v тең 20 бөлінген 36 деген сөз. Екеуін қысқарып кетеді, 5-ке қысқарады. Онда ол 9-дан 4-ке қысқарады. 9-дан неше болады? 9-дан 5-ке тең екен. Екеуі 4-ке қысқарды. 36-ны 4-ке бөлсек 9, онда 9-дан 5. Онда біздегі нақты теңдеуіміз y тең kx, k-мыз нешеге тең болды? Минус 3-тен 1x қосылған 9-дан 5 деген өнет болды. Ол бізде жауабы с нұсқасында тұр. Қарасаңыздар, есеп жағынан аздап күрделі, бірақ бұнда есеп келетін болса, әрқайсысы функциясын kx қосылған b-ға теңестіру арқылы k-ны және де b-ны тапсақ жеткілікті. Құрметті достар, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз жанаманың теңдеуі және де бұрыштық коэффициент туралы болды. Біраз мағлұматпен таныстық деп ойлаймын. Алдағы уақытта бізбен бірге болыңыздар.